Құрметті оқырмандар, кітапханамыздың оқырмандарын сұраныстарын қанағаттандыру мақсатында өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Мерзімді басылымдар бөлімінің қоры жаңадан келген журналдармен толықтырылды. Сіздердің назарларыңызға әлемді таңдай қақтырған, әлемге әйгілі ойшыл, ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай жарыққа шыққан «Фараби шәкірті» атты жасөспірімдер мен дарынды балаларға арналған басылымды ұсынамыз. Бұл журнал 2019 жылдың наурыз айынан бастап жарыққа шықты. Редакторы Жанастан Кушукова. Журналда Фарабидің зерттеулері, жас ғалымдар мен ұстаздардың ғылыми танымдық мәліметтер жарияланады. 3 тілде жарыққа шығады. Келесі назарларыңызға ұсынатын «Рухани жаңғыру» республикалық журналы. Рухани жаңғыру. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлт руханиятын көтеріп, ел мен жерді тану, тарихты қайта бағамдау, өткеннен өнеге іздеумен қатар болашаққа көз салу, заманауи әдебиетіміз бен мәдениетімізді әлемге паш ету мақсатында рухани жаңғыру болашаққа бағдар атты бірегей мақаласы ел өміріне оң серпін бергенін білесіздер. Журнал осы бағдарлама аясында атқарылған істер мен жобалардың мән-маңызын түсіндіріп, рухани түлеуге ізашар ойларды, толғандырар мәселелерді философиялық, танымдық, психологиялық, педагогикалық тұғырмалардың үзбей беруді мақсат етіп қойған. Салмақты сараптамалар мен бай мазмұнды қамтитын рухани құндылықтарды дәріптейтін журналдың бізге берер пайдасы зор. Еліміз рухани жаңғыру үстінде екендігі баршамызға аян. Әр қазақ менің жалғызым демекші, шетелдегі қандас бауырларымыздың жай-күйлерін, тұрмыс тіршілігінен хабар беретін «Жер-жиһан» атты журналды назарларыңызға ұсынамын. Бұл журнал шетелдегі қандас бауырларымыздың өмірі мен өзге елде жүрсе де өзінің тарихын, әдебиетін, тілі мен тілін ұмытпай ұлықтап жүргендігі, сондай-ақ әдебиет, мәдениет, медицина саласындағы жетістіктері туралы баяндалған. Келесі атап айтатын журнал Республикалық тарихи этнологиялық әдеби көркем Шыңғыс хан журналы. Бұл журналдан сіздер Шыңғыс ханның Моңғол империясын негізін қалағандығы туралы және Есугей Баһадүрдің баласы екендігі, Моңғол империясының ішкі саясаты, әскери құрылысы, жорықтары мен жаулап алулары, қайтыс болуы сынды құнды мәліметтерді ала аласыздар. Мерзімді басылымдар қоры, сонымен қоса Жақия, Ойла, қазақ тілі, орыс тіліндегі нұсқалары, түркі тілдес елдер, өркениет, қазақтану, мерейлі мекен тағы басқа журналдармен толықтырылды. Өсер елдің ғалымы ғылымға қызмет жасайды. Өшер елдің ғылымы ғалымға қызмет жасайды демекші. Барлық ғылым салаларына үн қосып жүрген журналдарымыз болашақта да игі істердің бастамасы болатынына кәміл сенеміз. Мерзімді басылымдар бөлімінде оқырмандарымыз үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Назарларыңызға рахмет.